Қайырлы күн достар, қолжетімді және де мен өзімнің күнделікті шайға жасап жүрген блинемнің рецептімен бөлісетін болам. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды қосып, бір келкі қылып араластырып алып, үстіне қантын қосамыз. Қантымыз әбден ерігенше араластырамыз. Және де содамызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп қосатын боламыз. Алғашқы бөлігін қосып, бір келкі қылып араластырып алуымыз қажет. Ұнымыз бізде арасында домалақ түйіршік болып қалмас үшін тез қолымыздың көмегімен араластырып алып, бір келкі сұйық масса жасайтын боламыз. Осы видеодағыдай сұйық болуы қажет. Алдын ала қызып тұрған табамызға бір келкі қылып жайып, екі жағынан аудартып, пісіріп алатын боламыз. Екі жағынан аударып, тез пісіріп алатын боламыз, өйткені біздің блиніміздің тестасы жұқа болғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Күнделікті шайға тез дайын болатын блинелардың бірі. Жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де менің YouTube каналымнан қандай рецепттарды көргілеріңіз келеді, нені үйренгілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге барынша дайындап көрсететін боламын. Және қазір наурыз келе жатқандықтан менің YouTube каналымда наурыз көженің дайындалу рецептісі шықты. Оны да жіберіп алмай көріп шығыңыздар. Мінекей біздің блинеларымыз өте жұқа болып осылай дайындалып шықты. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әрлеп сеңіздер болады. Мен бетіне шоколад сеуіп шықтым. Немесе сахарный пудра сепсеңіздер де болады.